Өмір көктем. Белгілі әнші әрі композитор Лұқпан Жолдасов дәл осындай атпен жеке шығармашылық концертін өткізді. Ән кешінде Меломен, Самал топтарымен қатар Серік Ибрагимов, Димаш Құдайбергенов, Әйгерім Қалаубаева сияқты жұлдыздар өнер көрсетті. Әйгерім Қалаубаева Жолдасовтың концертіне құралақан келмепті. Ол Лұқпан ағасына заманауи самаурынды сыйға тартты. Негізі Лұқпан аға өте шай жақсы көретін жан. Біздің студияда кішкене шайнегіміз ескіріп қалды, сондықтан жаңа самаурын тұратын болады. Ал шығармашылық кештің иесі Лұқпан Жолдасов болса, сахна сыртындағы сұхбат кезінде өзін өкіндіріп жүрген бір жайттың барын жайып салды. Әттеген ай енді кішкене бір ертерек келуім керек еді Алматыға, яғни негізінде 31 жасымда келдім. Сондықтан енді барым осы, енді осы жасқа шейін сол жасаған тірлігімді көрсетіп жатырмын енді халқыма. Әншіні толғандырып жүрген бұл ғана емес көрінеді. Өнер иесінің ұлы Болат Жолдасов өнерден мүлде қол үзуі мүмкін. Ол жайы Лұқпан мырзаның өзі әңгімелеп берген болатын. Балам енді жасым біразға келіп қалды, 28-ге келіп қалды. Енді мен қашанғы жүрем, мақта әнші емеспін, айтып жатқан жоқ, тек қана гитара ойнаймын. Может, мен саламды кішкене бір өзгертіп көрсем қалай болады деп ақыл сұраған. Сосын барып енді өзің білесің ғой, ол жағын деп қарадым, енді бизнес жағына барсам қалай болады деп. Соны енді көреміз енді. Лұқпан Жолдасов ізбасарының болашақта өз жолымен жүрмейтініне аса қынжыла қоймаған сияқты. Ұлым болмаса қызым бар деген әнші қызы Фарида екеуінің тыңдармандарды жақсы әндермен қуанта береді.